Unutubim жалғыз seni самалды желкешінде. Саған деген махаббатым бір көргенде келді ме? Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сенің сұлу көздеріңді ұмыта алмадым жаным. Кінә болса кешір мені, кінәм ғашық болғаным. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Нұрға толы асыл бейнең жанға жылу береді. Ақ ұлпадай ақша жүзді ойлай бергім келеді. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Көлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Ал, олай болса, құдаларымызды көп күттірмейік, бір қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Бүгін міне Ержан ағамның әулетінде бір дүркіреген той, қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Ал, жаңа туысқандар, құда-құдалар, келіңіздер, қошеметпен қарсы алайық, апаларымыз шашуын шашайық. Бір болуды бақытқа балап, шын сыйласу анық махаббат. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын қарсы алайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын қарсы алайық соғып шапалақ. Құда құдалар, келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Ал, қадірменді құдалар, қадірменді туған туысқандар, жаңа туысқандарыңызбен тамаша ортада бей болсын. Жеңгелеріміз қайда? Ортада бір құда-құдаймен бей ой келе жүріңіздер. Құдалық мың жылдық болсын ағайын. Қоңырынмен ән бастадым бір өзім, көктен тұрақ еткендей ақ нұр жүзің. Кезіктірдім қоңырау кеш қоңырда, қоңыр көзде қоңыраттың бір қызар. Кетем деп алдайсың, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, қоңырат қыз қандайсың. Кетем деп алдайсың, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, қоңырат қыз қандайсың.
елжіретіп елітіп өзгешелеу өңгергендей қоңыр көз жан дүниемді кетті самғап желігіп кетем деп алдайсың жетем деп қалмайсың сүйем десең Қадірменді қалақ, енді олай болса өздеріңіз үшін жайылған ақ дастарханға жайғасып отырып алуларыңызды сұраймыз. Бірден тойымызды бастайық. Тойымыздың барысын қазақтың ұлттық салт дәстүрлерінің бірі беташар рәсіміне бастаймыз. Сол себепті қадірменді қалай дастарханға жайғасып отырып алыңыздар. Қалай тез жайғасып отырасыздар, тура солай тез бүгінгі тойымызды бастайтын боламыз ағайын. Арасынан өмір деген кәрі керуеннің жұптап алмай әбігерлендім сендей қызды бұрындар көргенмін онда бұрын сені көргенмін беу артық емес жұмақтан келгендеу жарты өмірге жеткілікті қуаныш сеніменен жарты сағат серуендеу пай құмыра бел күміс саусағай маңдай ықыласың басқада қой әйтпесе тағдырымды қосар едім ойланбай күлдің кездеспеймін дегенің жай бір сөзің ба еркелеп сен болдың ба ұстатыз қолымнан асығып саған күнде келіп мен тұрмын қолымда бір шоқ гүлім жымиып күлдің кездеспеймін дегенің жай бір сөзің ба еркелеп сен болдың ба ұстатыз қолымнан Қадірменді қалайық, сіздерді білмеймін әйтеуір, бірақ біздің ауылда тамада шықса, о той басталайын деп жатыр деп бір қошемет соғатын еді. Той құтты болсын деп қошемет соғайық, той құтты болсын. Қадірменді меймандар, қадірменді жақсыларым, баршаларыңыздың жарқын жүздеріңізді, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге Алла разы болсын. Бұл менің сөзім емес, бұл бүгінгі той иелерінің сіздерге деген ыстық ықыласы мен алғысы. Олай болса, тойдың барысын көп сөйлеп, бастарыңызды ауыртпайын. Мына бүгінгі тойға рұқсат болса, тойға сынап емес, сыйлап келгенімізді дәлелдейік. Баршамыз орнымыздан тұрайық, басымызды бұрайық. Бүгін шаңыраққа келін алып келген қуаныш ұлдарыңызға қошемет аямай шапалақ соғайық, ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Ал, құтты болсын деп бір қошеметтерін соғып қойыңыздар, неге аяп отырмыз? Тамашқа. Енді қуаныш құтты болсын, басқаларына жұғысты болсын. Енді мына өзіңнің мұсылман жігіт екенін дәлелдеп, осынша халықтың алдында ассалаумағалейкум деп амандасып жіберсең. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум деп шапалақ соғыңыздар. Ал, енді қадірменді қалай тоқтай тұрыңыздар, осы ортаға өздеріңіздің қыздарыңыздай болатын келіндеріңізді қазір шақыратын боламыз. Сіздер барынша алғаш рет көріп тұрсыған жандар бар шығар, бірақ сіздерді тоже бірінші рет көріп тұр. Олай болса, өздеріңіздің қыздарыңыздай болатын келіндеріңізді арна би ансамблімен қарсы алыңыздар. Сенімдерді ақ келіннің аяғы құт болсыншы, екі жасқа берейік төрімденді. Әнші қыздарың мен боламын, 10 қадаммен шығарған келіндерді.
болшы деп тілеймін бақ келінге, бақыттың шалқысыншы қақ түрінде. Ортамызға қош келдің бұрындым менің, бүгін сенің маңызды күнің білемін. Ақ батасын айтады атақ мененен, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, төгер мекен иеліп, ақ батадан арайын. Ақ тілекке толтырып мына тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. Басындағы құт болсын ақ орамалың, бұл бақытты сәттердің бағаланарын. Бүгін келдің бұл үйге ақ келін болып, айналарсың жаулықты анаға жаным, айналарсың жаулықты анаға жаным. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, төгер мекен иеліп, ақ батадан арайын. Ақ тілекке толтырып мына тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. Ал қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар, келіндеріңіз келе жатыр. Айнұр, қошеметтеріңіз соқып қойыңыздар. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ой, машалла. Қошеметтеріңіз соқып қойыңыздар ағайын. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Енді қошеметтеріңіз соқып қойыңыздар келіндеріңізге. Ал қадірменді ағайын, мына қазір беташар рәсімі болады. Беташар рәсімінде ешкімнің есімі аталмайды. Қазір бір кісінің есімі аталмай қалса, тағы ренжіп қаласыздар. Сол себепті ешкімнің есімін атамай, түсін түрлемей, баршаларыңыз туысқандар, нағашылар, әулеттің үлкендер деп шақыратын боламыз. Ал олай болса, келіндеріңіздің бетін ашатын айтыскер ақын беташариз, өзі жас болса да өзінің ісінің маманы, жанарыс балаларыңызды қошеметпен қарсы алыңыздар. келсеңдер демалайын, мен енді тұяғымды тең алайын. Осында жақсы жал жайсаң жиналғанда, ассалаумағалейкум деп алайын. Уағалейкум әссәләм дегін келсе, жауабын шапалақпен бер ағайын. Дәл бүгін биік болып мерейлерің, өлеңіммен кетейін бөлей керім. Ағайын тойларыңыз құтты болсын, өздеріңді кетейін елей керім. Серігі құтты болсын, қуаныштың келінің құтты болсын, керейлерім.
сақасы бар, даусын алты қырдан нақасырар. Келінжан осы жерде жұбайыңның сүйікті атасы мен апасы бар. Үлкендер қауымы да осында жүр, өзіңе де көңілі нақ ашылар. Ескі құдалар қауымы тағы да бар, өзіңе беретұғын батасы бар. Қысқасы үлкендерге бір сәлем сап, ақ келінжан бұйырса батасын алай. Айналдым керей дейтін адалаттан, Құдайым айырмаған жаңа бақтан. Ержандай қайнатаңа бір сәлем сал, ағайын шаршамасын шапалақтан. Керейлерім алтын, сәкелдерім жарқын, осындайда ендеше шапалақ ұр халқым. Ақ жеңгелер әнім, сұлу қыздар сәнім, керейлерім ендеше қол соғыңдар бәрің. Келер кезек енесі, ұлы мұхит кемесі, балам екеу болды деп көкке жеткен төбесі. Жаңылы сәпкен қайда екен, осынау мына әулеттің ағайындар белесі. Ең керемет ереге қол соқпаймыз неге осы. Мың шүкір Құдайға бүгінгідей күн қайда. Үстіп бет ашсам ағайын қол ұрмай ма. Мың шүкір Құдайға бүгінгідей күн қайда. Үстіп бет ашсам ағайын қол ұрмай ма. Қол соғыңдар мұндайда. Әулеттің үлкендер, сарсүйек құдалар сіздерді, бәріңізді ортаға келінге деген көрімдіктеріңіз салуға шақырамыз. Билеп келіңіздер. Жаным деп күн арам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Ал қадірмен қалғанымыз қошемет аямай соғыңыздар, иншалла той жұғысты болсын. Әулетіміздің үлкендерімен ескі демей қояйын, есті құдаларымыз. Кімде наличка жоқ, бізде Каспий бар. Номерді айтамын, музыканы қоса бер. Жоқ барам, сүйдім сені күндарым, ауылыңа күнде бар қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым, күнде саған тәтті әндер айтамын. Ауылыңа күнде бар қайтамын. Ал енді келер кезек нағашылар, әрқашан тату болған арасы бар. Нағашылар қауымына сәлем салса бұйырса ақ келіннің бағашылар. Қайнағалар қауымы тағы да бар, осында қуанышта бәрі болар. Абысындар қауымы осында жүр, әрқашанда келіннің бағы болар. Ақ келін ақ ниетті алық жүгер, осындайда керемет бағыт жүрер. Осы аталған жандарға ақ келін жан ендеше тағы сәлем салып жібер ай. Ал енді қайнағалар, абысындар және нағашылар қауымына бір иіліп қойсаң болады тағдағы. Келіп билеп ортаға келіп көрініп келген. Барша нағашылар, қайнағалар, абысындар келіңіздер. Көрімдіктеріңізді сала кетіңіздер. Тұрғандай ай, қайыңа қашмай сары жел тұрғандай ай, өзге ауылдың сұлуын не қылайын ай, тал шыбықтай бұралып сен тұрғандай ай. Ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмғалай. Шашың сүмбіл ай, көзің мөлдір ай, өзің жаққан отыңды өзің сөндір ай. Тамаша. Ал әрмен қарай жалғастырайық, бірақ қошеметтеріңіз аямай соғып отырыңыздар қалайық.
Өтеуіп өткен күннің өтелгендей қарсалар ниеттес көп бөтен көрмей. Жеңгелер қауымы да осында жүр иіліп, болмайды әрбір сөзін шекері көрмей. Бар сенің қайын сіңілі қайындарың, өзіңмен қалжыңдасар мекерленбей. Абысындар қауымы осында жүр, аға менен жеңгелер тағы да бар. Өтеуі өткен күннің өтелгендей, бергейсің барлығына дұғай сәлем. Иеліп жерден жібек көтергендей ай. Ал енді барша абысындар, аға жеңгелер және қайын сіңілі қайындарға бір иеліп тағы да сәлем салып қойсаң болады. Қорып сезім қаласын, теңеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласын, емдейтін сен деп жүрсем Үлгі қып пайғамбардың міндетіне, мінекей үй болдыңдар шын бекіне. Ал ендеше келінжан тағы елшіп, бұндағы ауылдастар құрметіне. Ақын ұл қол салғанда аспабына, жастардың бақыт тілеп бастарына. Келінжан бір сәлемді салық қойшы қадірлі ата-енеңнің достарына. Осындайда бас бармақпен баға берсін, ақында ел алдында шаба берсін. Осы аталған жандарға әппақ келін бұйырса сәлемінде сала берсін ай. Барша Ержан Жаңылыс, Ержан қайнатаң Жаңылыс қайнап енеңнің барша достарына бір иіліп сәлем салып қойған. Ауылдастар, достар, сыныптастар қауымының сіздерге мінекей келіндеріңізден сәлемі. Ал әрмен қарай жалғастырайық. Құдай өзі қош, Құдай өзі жастарға бақ берер ме? Ешқашан сүріндірмей әттегенге. Сәлеміңді мінекей салғыздым ғой, өзіңді арқау қылып тәтті өлеңге. Келінжан ал ендеше бір иілші, мұндағы сыйлы жезде әпкелерге ай. Ал барша әпке жезделерге бір иіліп қояқ келінжан. Ал жоқ жаным қалсаң орда билеп қалмақсың қай жаққа кімге кетіп, таксиге отырдың түнделетіп, көшеде кездейсоқ жүрген өтіп, аэропорт дедіңді кеттің мініп, түсінбей көлікті тептім гүліп, көңілге үй алып тек тілерім осы әулетке шуақ енсін, ақын енді ат басын бұра берсін. Айнұрдай келіндерің шаршамастан жыл сайын бір баладан туа берсін. Жаңылыстай әпкеміз қымсынбастан жаялық жуа берсін. Тілегім қабыл болсын деген жандар аямай алақанын ұра берсін ай. Келінжан әрқашанда дара болғын, абысындар ішінде дана болғын. Секелдердің еліне келіп түскен, тек қана бас бармақпен ел баға бергін. Өзіңе тілекпенен түйіндейін, тек қана тәлім тәрбие ала бергін. Секелдер әулетіне келіп түскен, бұйырса ұлжандайын ана болғын ай. Рахмет. Тамаша, қошеметтеріңіз соқ қойыңыздар.
шайнегін келін ай келіндікке сай келін өзге үйде туалап өз үйіңе келгенім. Ой, тамаша. Қошеметтеріңіз соқпаңыздар, мінекей келіндеріңіз, назарларыңызда. Енді рұқсат болса, өзіміз қазақ халқы батамен жүретін халықпыз. Захан ағамызды шақырамыз. Зәке, ортаға келіңіз, келінізге деген ақ батаңызды беріп жіберіңіз. Қошеметімізбен қарсы алайық. Захан аға, осында болсаңыз келе қойыңыз. Енді рұқсат болса қадірмен қалайық, атамыздың батасын тыңдайық. Назарымыз өзіңізде, ата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұрасаң бата берейін, үстін болсын берейін. Ықыласпен қол жайып ақ тілекті төгейін. Я Аллам оңдасын, қызыр бабам қолдасын. Аман болсын, жалынбасын, еш жамандық болмасын. Бұл екі жасқа бақ берсін, бас берсін, құмыр ұзақ жас берсін. Шаңырақтар биік болсын, босағадар кең болсын, екі жағы тең болсын. Үйі жанға толсын, қорасы малға толсын. Екі босағасы берік болсын, махаббат мәңгілік бір-біріне серік болсын. Халыққа қалаулы бол, еліңе елеулі бол. Ата-енеңе жағымды бол, қайныңа қайырымды бол. Құдай қосқан жарыңа мейірімді бол. Қосағымен қосақ артайтын мәңгі бақи бақытты бол. Әумин, ата. Ал, қошеметтеріңіз соқпаңыздар, иншалла қабыл болсын. Маны ешкім алмай ма? Алмасаңыздар, мен алып кете беремін. Сіз аласыз ба? Осы кісілердің адамсыз ғой, басқа біреуге беріп қойып, ертең тамада алып басқа біреуге беріп жіберді деп кінәлі болып өтпейін. Ал енді рұқсат болса, қош өзіңнің жан жарының қасында тұра қалсаң, қадірменді қалайық, жарасымды жұппа. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның асыл сөзінің бірінде мен отау құрған махаббат көзіммен сүйіспеншілікпен қарайтын жандардың бірі кім десе отау құрған жандар дейді екен ағайын. Бүгінгі сәттен бастап бұл екі тамаша жан тек қана отау құрған жоқ, пайғамбарымыздың сүйікті пенделерінің қатарына қосылды ағайын. Құтты болсын деп бір әумин, иншалла сіздерге де жұғысты болсын деп қошеметіміз аямай соғып қойыңыздар. Олай болса тойдың барысын көп созбайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен жастарымызды дастархан төріне жайғасып отырып алуға рұқсат. Енді рұқсат болса қадірмен қалайықна той барысында өзімді таныстыра кетейін. Есімім Ерғанат, орта жүз руым Керей. Қалай тұрам осы жерде мен үндемей. Той басқарып микрофонды алдым, міне болсын деймін, қазағымда тойым күнде. Бүгін міне үйленудің тойы екен, осында ең жақындар жиналған екен. Бір қызық бір сұрақ көкейімде, бүгінгі жастар үшін мына халқым не себепті шапалағын қаттырақ бір соқпайды екен деп бір қошеметтерін соқып қойыңыздар. Ал қадірменді меймандар, енді рұқсат болса, бірінші ақ дастарханымыздың алғашқы тілегіне кезек берейік. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді бізде қазақта. Бірінші дастарханымыздың ақ тілегі әулеттің үлкендері, туысқандар қауымына табыстаймыз. Ортаға бір шама келсе, билеп-билеп келіңіздер. Захан, Қуат, Құпура, Самауя, Қайфа, Тауық, Ерболат, Санай, Алма, Нәсіретхан, Аманболат, Қуан, Асқар, Шолпан, Бекжан, Сержан, Құтты,
Тоқтыгүл, Бауыржан, Маржан, Арқалық, Фатиха, Аңсай, Гүлжайна, Марғұлан, Бақтыбала, Нұрлан, Жайрамгүл, Дидар, Амангүл, Шүкірхан, Тәтилі, Шүкірхан, Майракей, Қайыргелді, Серікгүл, Ардақ, Рина, Адай, Базаргүл, Анаргүл, Ерғанат. Қошеметтеріңіз соқпайыңыздар, біздің әулеттің үлкендері, туысқандар. Сиқымда қол жазып қанатын, біздің гүлден ұшып қонатын. Менің сәулем ал, менің сәулем, сол аққудан сұлу болатын. Және де Мерейхан мен Гүлмира деген жандар шақырамыз. Келіңіздер. Сол аққудан сұлу болатын. Айналайын ақ сәулем, гүлдің жақ сәулем, аққуым бол көлім, самғашы гүлім. Күнде гүлім қараймын, келер ме деп қараймын, бақытты бол өмірде арманым менің. Жұлдыздарын шашып қара түн, ай күнім деп күліп жанатын. Менің сәулем ал, менің сәулем. Қадірмен қалайық, Аллаға шүкір той саласына жүргеніме енді шыл болып жатыр. Бір байқағаным, бір аңғарғаным, адамдардың тойға деген келген ниеті әртүрлі болады екен. Бір кісінің ниеті мынандай, біраз болды ішпегелі, той халал болса да шайнекке құйып ап ішіп алам деген ниетпен келеді екен. Кейбір кісілердің ниеті мынандай, біраз болды билемегелі, терім шыққанша бір билеш деген ниетпен келеді екен. Кейбір кісінің ниеті мынандай, атаң әлет өсек айтпағалы, біраз болды ішімде біраз нәрсе толып қалды. Қасыма біреуді отырғызбап әңгімені жіберем деген ниетпен келеді екен. Ал мен ойлаймын, бүгінгі осы тойға келген барша қауымның бір-ақ қана ниеті бар деп ойлаймын. Ол бүгінгі жастарға тамаша тілектерді айтып, сол тілектерді тыңдап, әумин деп шапалақ соғу үшін келді деп ойлаймын. Сондай ниетпен келсеңіздер, ағайын, қошеметтеріңізден бір я деп қойсаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын, назарымыз енді өздеріңізде. Рұқсат болса бір 5-6 адам сөйлейік, қалғанымыз қосылайық. Бәріміз сөйлейтін болсақ, бүгінгі той емес, жиналыс болып кетеді. Ал бастап беретін аталарымыздан болса, ал Заки, апамыздан, ата өзіңіз бастап берсеңіз, ары қарай апаларымыз қоста болады. Ассалаумағалейкум. Жиналған қауым, құда-құдағилар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Ал бүгін міне тағы да үлкен қуанышқа бөленіп жатырмыз. Біздің бауырымыз Ержан аның шаңырағында бір шаңырақ көтеріп, бір баласы, екі бала болып бәріміз қуантып, қуанышты дастарханға басымыз қосып жатыр. Бұл екі баламыз енді бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, делдері сау болсын, екі босағасы берік болсын, ортамыздың бір бақытты, үлкен алтын жүзді семьясы болсын. Ал құрметті ағайын туыстар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, шаңырағы шайқалмасын, керегесі тең болсын, босағасы биік болсын, екі жасымыз бақытты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, құрметті құдағилар, ағайын туыстар. Ержан бауырым, мына бүгінгі жасап жатқан тойың құтты болсын, екі балаң бақытты болсын, шаңырақтары шайқалмасын, жамандығы байқалмасын, екі керегесі кең болсын, босағы тең болсын. Алдағы Қазақстанның бір мықты азаматтарының азаматшасы болып, бір мықты отаударың болып, үлкен қара шаңырақтың иесі болсын. Тойдарыңыз құтты болсын, құдадар келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Әмин. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті көпшілік қауым, тойға келген, жаңа келген құда-құдағилар, қадамдарыңызға күл бітсін, тойдарыңыз құтты болсын, екі балаларыңыз бақытты болсын.
дені сау болсын, денесі ширақ болсын. Үлкен дейтін, кіші дейтін, сыйлайтын бір баламыз болсын. Өзімді таныстыра кетейін, және де осы тұрған бәрі, мына тұрғандардың бәрі мен өзімнің туысым, бала чағам деген сияқты. Мен Чортандыдан келген, ана Сержанның шешесінің сіңілісімін. Соған қарғам Сержан, Ержан, тойың құтты болсын қарғам. Түскен балапаның бақытты болсын. Осы балапаныңның қызығын көр қарғам. Балаңның қызығын көр деген осы ғой құлындарым, Айгүл екеуің. Баладарың қызығын көріңдер. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Алдадан ниетлесеңдер, тілектерің қабыл болсын қарғам. Басқа енді осы отырған, мына тұрған туыс ағайындарға рахметімді айтам. Осы бала шағаның бәрін көппен бірге көрген қызықтарыңыз ғой, бәрдеріңіздің. Қызықтарыңыз қызыққа жалғаса берсін, тойданыз тойға жалғаса берсін. Әлде де бала шағаның қызығын көретін көп қой. Той қыласын, дендеріңізге саулық болсын. Рахмет, тәңір жалғасын құлыным. Апайым, шешемнің алған бір көзі ғой деп шақырып жатырсың ғой құлыным. Рахмет, көп жаса. Ақсақалды сартысты боп, бала шағаммен қосағымен қосағарыңдар қарғам құлындарым. Бала шағаның қызығын көріңдер. Рахмет, тәңір жалғасын. Құтты болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, ағайын туыстар, бүгінгі міне біздің қуанышымызға келіп ортақтасып, Теміртаудың үлкен міне тойханасында үлкен қуаныш болып жатыр. Келгендеріңізге уақыттарыңыз өріп рахмет. Және келген құдаларыңыздар қаламдарыңызға күн бітсін. Қош келдіңіздер. Ал міне бір баламыз, екі бала болып жатыр. Қуаныштамыз, бақытты болсын. Шаңырағы биік болсын, керегесі кең болсын, терезесі кең болсын. Осағасы берік болсын. Аттаған, ақтан ботап, табандырығы құтты берекелі болсын. Іші жанға толсын, сырты малға толсын. Іші дәулетті болсын, сәнді болсын. Осы қазан аяғынан ас кетпесін, қазаннан ас кетпесін. Денсаулықтар мықты, бастар аман есін, осындай үлкен үлгілі бір үлкен азаматтар болсын. Амин, рахмет аба. Ал жиылған қауым, тойдарыңыз тойға ұлассын. Я міне бүгін осы біздің әулеттерде міне үлкен келін түсіп, үлкен қуанышқа бөленіп жатсыңдар. Баладар бақытты болсын, шаңырақтары биік, керегедері кең болсын. Алдындағы ағайын, аға бауыр, осы барлық солардың қызығын көрсін осы баладар. Тойға келген барлықтарыңызға дендеріңізге саулық тілейміз. Әрқашан тойдарыңыз тойға жалғаса берсін. Той барлық семьяда болсын. Мынау келіп отырған құдадарға баладарыңыз бақытты болсын. Құда мен құда, құдағи мен құдағидың арасы тату тәтті, ұзақ ғұмыр кешетін осындай үлкен ордалы ұя болсын деп айтам. Келіндерің бақытты болсын. Енді алғашқы қуаныштарың ғой. Қуаныштарың қуанышқа жалғаса берсін. Енді барлығымыз ортақтаспыз қуанышқа. Басқаны айтамыз, деніміз сау, басымыз аман болсын. Амин, рахмет ада. Ал, тілек айтатын тағы. Апа, келіңіз ортаға қарай. Өзіңіз бір түйінде жіберіңіз, назарымыз ортаға аударайық. Құрметті құдалар, құрметті туысқандар, бүгін міне біздің тойымызға келіп, тойлап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Құдалар төрге шыққандарыңызбен енді не айтамыз? Екі баламыз бақытты болсын, шаңырақтары шайқалмай, жамандықтары байқалмай, осындай үлкен ақ дастарханда Алла кезігуге нәсіп етсін деп, сол тілегімді тілеймін. Әмин, рахмет. Апа, Асқар аға. Келіңіз аға, ортаға қарай. Ассаламу алейкум, қымбатты тойшыл қауым, қымбатты құдалар, қош келіпсіздер.
келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мынау енді қосылып жатқан екі бауырымыз бақытты болсын, мықты семья болсын, керегелері кең, керегелері тең, шаңырақтары биік деп тілек айтқымыз келеді. Енді Ержан бауырымны жаңыз тілеу қабыл болсын, екі жас бақытты болсын. Осында отырған барлық құдадар сіздерге де жұғысты болсын, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман. Осылай әрдайым тойда ойын, тойда кезігуге Алла тағала нәсіп етсін. Қысқадан нұсқа айтайын. Әмин, рахмет. Олмызы. Апа, бір-екі сіз нүктесін қойып жіберіңіз, иә? Апам қалғанымыз қосыламыз дейді. Ал енді тойшыға қауым, тойларыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді Ержан бауырым, келінім, алғашқы тұңғыштарың енді бір шаңырақ көтеріп, өзіміздің әулетімізге бір отау қосылып, үлкен бір қуанышта болып жатырмыз. Қуаныштарың қуанышқа жалғаса берсін, қуаныштарыңа да ортақпыз. Осы отырған барлық қауым, осы отырған барлық туыстар, ағайын, барлықтарыңызға осы шаңырақ көтеріп жасқан екі жастыққа бақыт тілей отырып, осы шаңырағымыз бәрімізге де жұғысты болсын. Баладарың қашанда шаңырақтарың шайқалмай, босағадарың берік боп, жаман атқа қалмай, үлкен бір әулетіміздің бір жақсы отау деген бір шаңыраққа, сондай бір жақсы қадамға ақылды болыңдар, ақылшы болыңдар, жаман атқа ие болмай, қашанда босағадарың берік, биік болсын. Осыған біз бақыт тілейміз, бақытты болыңдар. Әмин, рахмет. Ал қалғанымыз қосыламыз, иә? Ренжімейміз. Ал олай болса табыстайтын сыйлықтарыңыз табыстап, естелікке бір әдемі сурет болсын, суретке түсіп алыңыздар. Күндей тұнық көздеріңнің қарасы, қосылардай қастарыңның арасы. Жалт қарасам жалын атқан ақ жүзің, ауалайды атқан таңмен таласып сырғалып. Қиялғанша ерте елес түнген қызы арманым, кез боп кесі ертелі ерсенен көзді алмадым. Өзгені емес өзіңді ойлап жүредім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Кімге болсын сүйкімді бір баласың, көңілімді баурап алып барасың. Гүлге орайсың, түнге орайсың, жолда сен, елге жәннат, ерге талас баласын сырғалым. Қиялғанша ерте елес түнген қызы арманым, кез боп кесі ертелі ерсенен көзді алмадым. Өзгені емес өзіңді ойлап жүредім, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Айдамаш болай болса дастархан барысы жайғасып отырып алайық. Енді қалайық, рұқсат болса бір-екі минут назарларыңыз өзіме аударайын. Мына байқаған болсаңыздар, және әулеттің үлкендері бүгінгі біздің жастарымызға бақыт тіледі. Негізі шын мәнінде осы жерде отырған барша қауым өте бақытты жанбыз. Неге десеңіздер, дәл осы сәтте, дәл осы секундта абақтыда бір адам бостандықты армандап отыр. Дәл осы сәтте, дәл осы секундта ауруханада бір адам еміне ақша таппай қиналып жатыр. Дәл осы сәтте, дәл осы секундта қазір бір отбасы өздерінің жақындарынан айырылғандығы туралы хабар жеткізіп жатыр. Ал біз Алланың қалауымен төрт көзіміз түгел бір шаңырақ астында той тойлап, тілек айтып, тамақ ішіп отырмыз. Бақытты жандар кімдер десе қалайық, бақытты жан біз деп айтыңыздар, өздеріңізге бір қошеметті аямай бір соғып қойыңыздар ағайын. Ал енді мына біздің ыстық тағамыз дайын болам дегенше, осы ортаға бүгінгі той иелерін шақырғым келіп тұр. Барынша бір қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Ержан аға мен Жаңылыс ханым. Ал рұқсат болса қасық, вилка, бокал бәрін қоя тұрыңыздар. Міне бүгінгі жандар, бүгінгі той иелеріне құрметіміз, қошеметіміз қайда?
Енді мына бастамас бұрын бар ғой аға, мына дастарханнан бастап мына бәріне бір қарап шығыңызшы. Бәріне бір қарап шығыңыз. Бөтен адам бар ма? Жоқ. Бар болса айтыңыз, шығарып жібереміз. Жоқ па? Мен бұны не үшін сұрап отырмын? Бұл жандар бүгінгі тойды қалай белгіледі? Өздерінің көңілдеріне, өздерінің жүректеріне ең жақын жандарды шақырды. Бұл жерде бөтен адам жоқ. Сол себепті бүгінгі той иелеріне тағы да бір қошемет соқсаңыздар жараса кетеді ағайын. Енді мына байқасаңыздар, аңғарған болсаңыздар, көбісі ойлайды екен, тойдың жақсы өтуі тікелей тамадаға байланысты дейді. Негізі мүлде олай емес. Сіздерге байланысты. Сіздердің қас қабақтарыңызға байланысты. Қабақтарыңызды түйіп алсаңыздар, келген қонақтар напряженно отырады. Егер ортаға бір билеп-билеп келсеңіздер, келген қонақтар, "О, давай бізде сөйтейік" дейді. Мен қазір сіздерді жеке-жеке шақырсам бола ма? Бола ма? Сіз шығыңыздар. Жаңғыз ханым, бірінші сізді шақырам, хорошо? Ағайын, бүгінгі той иелері алғаш рет өздерінің шаңырағына келін түсіріп отыр. Дүркіретіп той жасап отыр. Бар жиған далаға емес, өзінің баласының қуанышына арнап отыр. Олай болса бар қошеметімізді соғайық, қасық вилканы қоя тұрайық. Олай болса назарымызда көрікті, сұлу, әнші, биші, бешбармақтың 7 түрін біледі. Мисс Казахстана 2000 года. Қошеметпен қарсы алайық. Жаңылыс ханым. Сарғалым сүп-сүйкімді секілді тұрлы күн түні естен кетпей орылайсың күшті құмды. Тәтті балмұздағым бастары жалғыз бағым бір саған теңемеймін әлемнің бар қыздары. Белің ай бұраң-бұраң жүрсің суаң. Ай, машалла. Міне көрдіңіз ба, авторитет бар екен, Аллаға шүкір. Енді былай істейік. Аға шығыңыз аш. Көрінбеңіз. Сол жаққа қарай, сол жаққа. Қазір ағам шығарайын деп жатырмын, ағайын. Орнымыздан тұрайықшы. Сіздер бәріміз орнынан тұрып шапалақ соққан кез ағам до такой степени ағарып кетеді қазір. Барынша бір қошеметтеріңіз аямай соғыңыздар, орнымыздан тұрайық. Олай болса, мужчина мечты, тайквондо, айкидо, дзюдо, карате, айналысқан білмеймін, бірақ барецке ұқсайды. Олай болса, бүгінгі главный спонсор, қошеметпен қарсы алыңыздар, Ержан аға. Биле-биле! Ереке, бір секрет айтайын ба? Және Жаңылыс ханым шықты ғой, вообще ешкім тұрған жоқ. Сіз шықтыңыз, бәрі тік тұрды ғой. Неге деп ойлайсыз? Ол маған деген сыйластық. Неге бәрі тұрып кетті? Меня нету, что ли? Ойбай, вас есть? Ну, для нее встали вот. Неге ағам шыққанда бәрі тұрды? Білмейсіз, потому что білмейсіз, да? Кім білет, неге адам бәрі тұрып кетті? Ерекем шыққан кезде. Біздің әулеттің тойы, я, дұрыс, бірақ ол емес. Дұрыс жауап емес. Кім білет? Ау, неге? Ердің аты ер ғой қашанда. Жоқ, емес. Ау, аға. Тойдың несі? Жоқ. Ау, тамаданың ұсынысы дұрыс. Келіңіз. Қошемет соқойыңыз. Келіңіз. Молодец, вообще. Келіңіз. Есіміңіз? Мерей ханым, кім боламыз? Коллектив боламыз. Коллектив, келіңіз. Алғаш сыйлық иері өзіңізсіз ғой. Анда сыйлықтарды көрдіңіз бе? Любойын таңдап алыңыз. Ұятыңызға байланысты. Ой, тамаша. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Рахмет, жайғасып отырып алыңыз. Енді қадірменді қалайық, бүгінгі тойдан кейін бар ғой, мен бүгінгі тойда конкурста сыйлық ұтып алдым деп емес. Иншалла, енді менің отбасымда той болады деген ырыммен табыстайық, өзі қазақ халқы ырымшыл халықпыз ғой. Енді бізге де міне жақсы жаңалық келді. Мына бірінші дастарханның мәні мен сәні болатын бүгінгі той иелерімен Айзере мейрамханасының арнайы әзірлеген қазақтың ұлттық тағамы етті дастархан төріне шығаруға рұқсат етіңіздер ағайын.
бар. Бүгін десең мен қазақпын, мың өлім, мың тірілген. Көкпар туым бар, елім бар, жерім бар. Қадірмен қалайық, бұл официант балалар неге етті айналып шығарды десеңіздер, мына марқұм болған жылқының өтініші еді. Ал енді қазақ халқы, мұсылман халықпыз, батамен жүретін халықпыз. Қадірменді құдалар, дастарханға, асымызға бір баталарыңызды беріп жіберсеңіздер. Үлкендеріңізден. Ал Иләһи әмин, бата болсын, қол жайық. Кім бір сіз берсін? Берін. Әумин десең міне бата, қолдасын қызыр ата. Қызырың қияласын, бағдәулет ұяласын. Мал берсін, бас берсін, ғұмыр ұзақ жас берсін. Астарың алалдық, бастарың амандық берсін. Тілеудерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Өмірдер балалардың гүлдей жайнасын. Тай қазаның тек тойда ғана қайнасын. Аллаху акбар. Әумин. Ал қадірмен қалай қазірге астаналы отырыңыздар, кедергі жасамайын. Бір 5-6 минуттық үзіліс, тамақтанып алайық. Баршаларыңызға ас дәмді болсын. Деген ниетпен бүгінгі біздің мұңбұралған бейші қыздарымыз Арна би ансамблін қарсы алыңыздар. Тамаша. Арна би ансамбліне бір қошеметтерін соғып қойыңыздар.
Ал, рұқсат болса осы ортаға Ержан аға, Жаңылыс ханым сіздерді бола ма? Қошеметтеріңіз соқпай қойыңыздар, той иелері. Ал, қадірменді қалай, енді рұқсат болса қасық филкан бәрін қоя тұрыңыздар. Ержан аға, мынандай сұрақ болып тұр. Осы 2025 жылы сіздердің отау құрғандарыңызға неше жыл болды? Ой, бұл неше жыл болды? 24. Қошеметтерін соғып қойыңыздар. Бұйырса келесі жылы күміс той. Одан кейін алтын тойға Алла тағала нәсіп етсін. Гауһар тойды тоже нәсіп етсін. Одан кейін көресіздер енді. Енді былай істейікші, Ереке алдыға бір қадам жасап жүрсеңіз, енді сіз мына Жаңылыс ханымды осылай әдемі болып сақталып қалуына ең алдымен Алланың, екінші өзіңіздің арқаңыз, жалпы қалай еркелетесіз? Жанка деп. Ау? Жанка деп. Жанка. Тағы қалай еркелетесіз? Жаным. Жаным дейді. Вообще. Жаңылыс ханым, Ерекені сіз қалай еркелетесіз? Жаным. Жаным. Одан? Тентек. Тентек? Енді мынандай сұрақ болып тұр. Бүгін кімнің тойы? Біздің той. Біздің той. Әулеттің тойы. Тойы? Секел әулеттің тойы. Секел әулеттің тойы. Негізі қуанышты кеміз ба? Екі жастың тойы. Бәсе сөйтсеңіздерші. Енді былай істейікші, қуанышты қалай еркелетесіздер ғой енді, тұңғыштарыңыз ғой. Қалай еркелетесіздер қуанышты? Кука деп еркелетті. Кука. Сіз қалай еркелетесіз? Құлыншағым, көкіләгім. Құлыншағым, көкіләгім. Сол құлыншақ, көкіләктарыңыз осы ортаға шақырып жіберсеңіздер. Қуаныш кел. Қуаныш келе ғой. Қошеметтеріңіз соқ қойыңыздар. Todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. Тоқта, көрдің ғой әкең қалай ортаға билеп-билеп келді. Кішігірім бір ырымын жасап, қолмен бірдеңе істеп жүр. Ал, қошеметтеріңіз соқ қойыңыздар, қуаныш балаларыңыз. Todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. Тамаша, қошеметтеріңіз болсын. Енді қадірменді қалай жақында бір тикток желісінде отырып бір уағыз естіп қалдым. Ол уағызда былай дейді: баласы мен анасының арасындағы әңгімесінде баланың қолында екі алмасы бар, анасы баласына: балам, маған бір алмаңды берші дейді. Сол кезде баласы не істейді? Екі алманы бір-бірден тістеп мамасына береді. Анасы айтады: ей балам, өзім жемегенді саған жегіздім, өзім кие алмаған заттарды саған кигіздім, өзіме ала алмаған затты саған алып бердім, сонда маған бір алмаңды бере алмадың ба дейді. Сол кезде баласының айтқан сөзі мынандай екен: анашым, мына алма ащы екен, мына алма тәтті екен. Тәттісін сіз жеңіз, ащысын мен жеймін дейді. Бұмен не айтқым келіп тұр? Сол бүгін осы шаңыраққа отбасыңа келін алып келгенің, анамыздың қолын кішігірім созғаның, анаңның кішігірім ақ сүтін ақтағаның. Қошеметтеріңізді анасы мен баласына бір қошемет соғып қойсаңыздар. Әке туралы да өте көп сөздер бар. Әке асқартау дейді. Біз мына жігіттер қауымы әкемізге: әке, мен сені жақсы көрем деген сөзді өте айтпайды екенбіз тіпті. Анамызға айтуын айтамыз ғой. Ал әкеге келген кезде бірдеңе ұстап тұрады екен. Жақында қызық көріп әкеме звондап: алло әке, қалыңыз қалай, мен сізді жақсы көрем десем: ей балам, сен ішіп алғансың ба дейді. Қайта уақыт өте келе, Аллаға шүкір, балам, мен де сені жақсы көрем деген жауапқа жеттім. Енді осынша халықтың алдында рұқсат болса, әкеңе халықтың көзінің бар жері осында отыр ғой. Әке, көп рахмет. Осы уақытқа дейін жетілдіріп, тәрбие беріп, мен сізді жақсы көрем деп бір айтып жіберсең, иә? Асқартау әкешім, осы уақытқа дейін әпелеп өсірген үшін мұнда бір алғыс. Сіздерді шын жақсы көрем. Қошемет! Ей ғой, жылама, жаным үшін.
жақсы жерге барасың десе қалжың ғой. Енді қуаныш мынандай болып тұр. Аллаға шүкір, міне өзің тең тауып атсың. Жалпы Айнұрмен жанымен Айнұрмен қалай таныстыңдар екеуің? Тойда таныс. Көрдің да ұнатып қалдың, потом саған сразу сынды ма? Жоқ. Біраз жүгірдің ба? Жүгірдік. Қанша уақыт жүгірдің? 1 жыл. 1 жыл? Мама, Айнұр, 1 жыл жүгірттің ба? Зато сынған жоқ. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Енді Қуаныш, мынандай сұрақ болып тұр. Көрдің ғой, анамыз бен әкеміз бір-бірін қалай еркелетеді. Енді біз Айнұрды сен қалай еркелетесің? Жан жарым, жүрегім, ботақаным. Ойба. Көрдіңіз, ау? Айым, күнім, жұлдызым. Айым, күнім, жұлдызым. Сосын көп қой айта берсек. Тағы 1-2 мысал. Жан жарым. Мен аңғара. Тағы да бар? Болашақ балаларым анасы. Ойба, аңғара. Ержан аға, бала, все, салам алейкум. Енді сол болашақ балаларының анасын осы ортаға шақырып жіберсең. Жан жарым ортаға келе ғой. Мен аңғара. Қошемет Айнұрға. Маэстро. Тамаша. Қошеметіміз аямай соғып қойыңыздар. Міне. Енді Ержан аға, былай істейікші. Халықты қазір оңға солға бөлейік. Қай жақ таңдайсыз? Оң жақты ма, сол жақты ма? Құдалар жақты. Құдалар жақ, келіңіз. Ержан ағамның командасы сіздер қошеметтерін соғып қойыңыздар. Все. Так, Жаңылыс ханым, сізде таңдау бар. Оң жақ па или оң жақ па? Дұрыс, келіңіз. Қошемет Жаңылыс ханымның командасы. Енді құрметті Айнұр ханым, сізде таңдау бар. Атаңның командасы или енеңнің командасы? Атамның командасы. Молодец. Қошемет, кел атаң қасына тұра қой. Қошеметтерін соғып қойыңыздар. Мынау статистика бойынша бар емес па? Мынау біздің жаңадан түскен келіндер көбінесе атас жағын таңдайды екен. Неге деп сұраса, зардап шегетін адам бір екен ғой. Ал, мамаң қасына бара ғой. Қошеметтеріңіз болсын. Енді 1 ма или 2 ма? Біреуін таңдаңыз. 2. Ереге 1 ма или 1 ма? 1. Все, супер. Так, Ержан ағамның командасы. Бәрі назарымызды экранға. Қазір экранда бір іс-қимылдар болады. Соны қайталау керек. Ереке, сіз қадағалайсыздар ғой сіздер. Кім қайталамайды, маған айтыңыздар. Қайтарып жібереміз. Ал Ерекемнің командасына алғашқы қайталайтын бейне таспасы осындай. Кеттік. Опа, Gangnam Style. Опа! Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Супер! Міне! Так, Жаңылыс ханым, көрдіңіз ғой? Ерекемнің командасы қандай. Давайте, дайынсыз ба? Кеттік. Сіздердің алғашқы қайталайтын бейнелеріңіз маэстро. Қызғанарды сені белден ұшар күлі. Eslatарды sevgimizді әкші күлі. Қызғанарды сені белден ұгілі. Супер, қошемет. Жаңылыс ханым, сіздің командаңызда бір адам уже сыйлық алайын деп тұр. Неге деп ойлайсыз? Потому что жақсы биледі. Жоқ, потому что билемеді. Ереке, көрдіңіз бе, мына жақта бір кісі қайталамай отыр. Сіз жақта бәрі шүкір. Авторитетіңіз базар жоқ екен. Ал сіздердің енді екінші қайталайтындарыңыз соңғы рет бірнеше жіберейік, назарды экранға отырайық, маэстро.
подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Браво! Так, Жаңылыс ханым, все, екінші шанс. Пока что ағам ұтып жатыр. Көрсетіп жіберіңіз, кто вы такая. Докажите. Итак, екінші қайталайтындарыңыз назар экранда, маэстро. One way ticket, one way ticket, one way ticket, one way ticket, one way ticket. Супер, мәм. Сіздің командаңыз бар ғой, биледі ғой наконец-то. Билеп жатсыз, сол билегеніңіз үшін беріп жатырмын. Енді келіңіздер, бірге тұрыңыздар. Қадірменді қалайық, енді сіздерді айып етпеңіздер, мына тамада бала неге бір шаңырақ астында отырған қонақты оңға солға бөліп тастады деп. Кім біледі, қай уақытта төрт көзіміз түгел болып бір шаңырақ астында бас қосатынымыз бір Құдай мәлім. Қазіргі таңда денсаулықтан бөлек уақыт деген дүние ең қымбат дүниелердің бірі болып кетті ғой. Енді былай істейік, бәріміз бірге, сіздер қадағалаңыздар. Бәріміз бірге бір назарды экранға аударайық, соны бірге қайталайық. Опа! Браво! Енді бар ғой, былай істейікші. Мен қонақтарыңыздың пейіліне риза болдым. Былай істейік, қазір бір музыка қосылады. Сол бір музыканы бірге әуендетіп шырқайықшы, көрейікші. Ал сіздер ортада вальс билесеңіздер, вальс билесіздер, оны өздеріңіз шешесіздер. Ал әуен қазір жалғастырады, музыка өшіп қалған кезде сіздер әуендетіп жалғастырасыздар. Маэстро, қосып жібер. Гүл басады алақанға, қондырып ақ сәулесін, шашып айлар жарасып сырласады. Сендерге ақ тілек батамыз мінекен, сендерге әрдайым орын бар. Браво, қошеметтеріңіз болсын. Так, Жаңылыс ханым кішкене артқа қарай нетсек, кішкене артқа қарай тұрайық. Қуаныш, Айнұр. Енді мына тілектермен қарай жалғастырмас бұрын бар ғой, мен осы 4 адамға бір тілектен тыңдатқым келіп тұр. Мысалға, Ерекеме еден басталатын тілек болсын. Ерекем қандай? Мысалға, ер мінезді, тағы еден басталатын тілектер көп қой. Аға, алдыға бір қадам жасаңыз. Ерекем қандай? Ер жігер. Ер жүрек. Ау. Еңіреп туған ер жігіт. Еңіреп тұрған ер жігіт. Ерекше. Еңбекқор. Ау. Ер көңіл. Еліне елеулі, халқына қалаулы дейді біздің Құдай. Тағы. Қандай? Ер назары. Егіз. Кстати, мен шатастырамын сіздерді бар ғой. Хотя бүгін шапқа кепке соған риза болдым. Ерке. Ерке. Мне сомнений жоқ, мама. Так, ал, ер намысты. Ал, қайсы ұнады? Біреуін таңдаңыз. Ерке. Ерке? Кім айтты ерке деп? Мама, келіңіз. Бүгін бізде қуаныш қой. Бір тойға бір билеп келіңізші. Бола ма? Қуаныш қой бүгін, е? Қошеметтеріңіз сау қойыңыздар. Менің анашым. Жүрегім айықсаң, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама, аққудан қалмайсың, көңілім толама, гүл берсем. Тамаша. Сіз кім боласыз бұл әулетке? Досым.
осы мен айта кетейінші, бұл менің анашым 9 ай 9 күн өзінің құрсағында көтерді, жақында ғана сырға салып келдік айтпақшы. Құтты болсын деп қошемет соғып қояйық. Мама, келіңіз. Что хотите, выберите. Любой алыңызшы. Мантаварка бар. Копилка ма? Все, жарайды. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Так, Ерке. Енді Жаңылыс ханым қандай? Жыдан басталатын тілек болсын. Жайдарлы. Ау, жынды? Нормально ғой. Жайдарлы. Жауқазымды. Жанашыр. Жанашыр. Жаным. Құдағилар. Жылы жүзді. Жарқын, жұлдыз. Жүрегі жұмсақ. Ау, құда. Ау, жомарт. Қандай? Жібектей сұлу құдағи дейтін. Мән аңғара. Қалғандарыңызда шан жоқ. Жаны жайсан. Ау. Жаннат. Жаннат. Ал қайсы ұнады? Анда құдағи күшті сөз айтты. Құдағидікі ұнады ғой дейді. Сол ұнаған сияқты сізге? Я, выбор жоқ. Құдағи келіңізші. Билеп. Келіңіз. Опа! Айқайшу! Билеп. Саламатсыз, есіміңіз? Риза. Кім боламыз? Құдағи. Кім боламыз Айнұрға? Айнұрдың енді шешесі боламыз ғой. Абысының қыз. Қошеметтеріңіз қойыңыздар. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Нәжде, что хотите, құдағи? Мына бәрі бар ғой, 8995 теңгеден басталады. Осыны бере берейін ба? Анау 2000 екен ғой, тода. Сен деген неге алмағансыздар? Ұят болып қалды ғой. Осыны берейінші сізге. Үстінде шайнегі бар, кесесі де бар. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар құдағиға. Так, енді қуанышқа қыдан басталатын тілектеріңіз болсын. Өзіңізде, өздеріңіздің балаларыңызға. Қайсар. Қайрат Нұртас дейді. Күшті. Қуатты. Қамқор. Қайратты. Қызықты. Исар. Күшті. Қайырымды. Қуатты. Қылықты. Қайсарлы. Қамқоршы. Ау, жеңгесі. Сіз не дейсіз? Қамқор. Қамқор. Ал қайсы ұнады, Қуаныш? Ұнамай жатыр. Ұнамай жатыр дейді. Ойба, мұнан қыр. Мынау қандай? Қандай? Қасқыр дейді. Қандай? Қадірлі. Қанағатшыл. Қыран. Қарсыгер. Хитрый дейді. Қайсы ұнады? Так. Қанағат. Қанағатты деп келіңізші ортаға биле маэстро музыкамен. Опа! Не деген ыстил. Мен сіздер ғой бүгіннен бастап батыр кісі деп айтам. Өткен Теміртауда ақ туфли киетін адам өте аз бізде. Ақ болған шығар басында, бірақ басқаша болып кетеді. Ал есіміңіз? Айжан. Кім боламыз? Айнұрдың жиен-жеңгесі боламыз. Жиен-жеңгесі. Так, что хотите, жеңгесі? Таңдауға болады. Сізге можно все. Қыз беріп атсыздар. Осы, посудин, все тамаша. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Ал енді Айнұр келіндеріңізге, қыздарыңызға айдай сұлу, ағайыншыл, айбатты, ақылды, қандай? Әдемі келін, анасындай, адал аққу, ақжарқын, ардақты, ақылды, қандай? Адал ақниет. Адал ақниет, айдай сұлу, ана болсын, аяулым, ардақты, адал келін, ақ көңіл, ақ пейіл, ақ келін. Ау аға, сіз бәрін подставить етіп жатсыз? Ал қайсы ұнады? Адал ақниетті. Адал ақниетті деп кім айтты?
Әлсін арасында дем алсаңшы өлесің ба? Ақша дей бермей, биле уайым жей бермей. Әлсін арасында дем алсаңшы өлесің ба? Ақша. Ал аға, есіміңіз? Сағай. Кім боламыз? Қуаныштың туған нағашысымын. Ух ты, қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Ал аға, жұмыс істейміз. Кім боп? Зрешатка. Нұрғазған қазақымыз, қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Ал, не таңдайсыз? Капилка бір. Қанағат. Онда мен... Сізге рахмет аға. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Міне, байқадыңыздар ма, тек қана бірінші әріптеріне ғана тілек айттық, бірақ қаншама тілек айтылды. Иншалла осының бәрі періштенің құлағына шалынсын деп, әумин деп қошеметтеріңіз бір соғып қойыңыздар. Ал, осындай қошеметпен жастар дастархан төріне жайғасып отырып алыңыздар. Тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Ерекесіздер кетпеңіздер. Қошеметтеріңіз соғып қояйық жастарға. Ереке бола ма? Мынау негізі біз адамдар арманшыл адамбыз ғой. Өзіңіздің армандап жүрген машинаңыз бар ма? Бар ғой. Қандай марка? Любойын атай салыңыз. Қандай? Ұмыт қаптым. Любой ма? Давайте Гелендваген. Сол Гелендваген аға осы жерде тұр. Елестетейік. Отырыңызшы, есігін ашып. Жай ғана есігін ашып тұра қалыңыз. Аха, шайып отыра беріңіз. Машинаны оталдырып жіберіңіз. Терезені ашып жібересіз. Кнопка, көрдіңіздер ма? Богатое мышление. Аға, бұйырса қайда демалғыңыз келеді? Бурабайға. Бурабайға дейді. Ал қадірмен қалайық, иншалла нәсіп етсе, осы тойдан кейін осы ерекеміз өзінің қалаған көлігі Гелендвагенда Бурабайда қазір демалып қайтады. Бір қолы рульда, бір қолы Бурабайдың тұрғындарына былай сәлем салады. Сіздер Бурабайдың тұрғынысыздар иншалла. Ал аға, халықпен бір бүйтіп амандасып шығыңызшы. Қошеметпен қарсы алайық, маэстро. Стоп. Рушниктан шешесіз жүресіз. Маэстро. Аға, ештеңе ұмытқан жоқсыз ба? Жоқ. Жаңылысқа ұмытып кеттіңіз ба? 24 жыл бірге. Келіңіз. Бірге отырсаңыздаршы. Аға, қасына отырыңыз. Қадірмен қалайық, иншалла нәсіп етсе, өздерінің күміс тойы 2026 жыл екен. Алла тағалам бақ қонып, осы келесі жылы күміс тойларыңызда өздеріңіздің қалаған көліктеріңізде, өздеріңіздің қалаған мекендеріңізде демалып қайтуға біз тілекшіміз. Сіздер тілекшіл болсаңыздар, қошеметтеріңіз бір соғып қойыңыздар, халықпен бір бүйтіп амандасып шықсаңыздар, иә? Қошеметтеріңіз болсын, бүгінгі той иелері. Иншалла бұйырсын. Алла тағалам тек қана көз жас болса, қуаныштан ғана болсын. Енді қадірмен қалайық, әрмен қарай кезекті тілекке береміз. Бірақ енді сіздер айып етпейсіздер, әр қайсыларыңыздың есімін қазір атайтын болсақ, бүгінгі той емес жиналыс болып кететін енді өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Бүгінгі тойға маған той иелері барынша тілекті қысқартып, керемет тойда ойын көп болсын деп өтініш қылып еді. Енді қазір осы ортаға ескі деп айтпаймын, есті құдаларымыз шақырын келіп тұр. Келесі сөз сүгіні біздің есті құдағиларымызда. Келіңіздер, генерал құдағилар, келесі сөз сүгіні өздеріңізде қошеметтеріңізді аямай бір соқып қойыңыздар. Есті құдағилар. Ботақаның қарайсың мөлдіреген көзіңнен, аққу бар көлдегі махаббатты
қатты сезімнен бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен жоғаласың көптеге келіп кетпей әптеге сағынышың қайдасың қасыма келер келе құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған өзің арнап сүйіктім әттен әуенен салам Ал олай болса назарды ортаға аударайық. Барша есті құдалар шықты ғой, иә? Қалып қойған жоқ қой ешкім. Ал тойларыңыз құтты болсын сіздерге. Ал бастап беретін бізде. Апа, өзіңіз бастап беріңіз. Атамыз бастасын ба? Ата, бір-екі тілек айтып жіберіңіз. Ержан екі бала бақытты болсын. Тіккен отаулары шаңырақтары биік болса, ағасы берік болсын. Сол бақытты болсын. Әумин, рахмет. Қошаметтеріңіз болсын ағамызға. Ал енді мына көпшіл қауым бүгінгі мынау Ержан мен Жаңылтыстың алғашқы қызығы осы бәрімізге жұғысты болсын. Әрқашан да қосылған екі баламыз бақытты, дені сау, дені ширақ. Аман есен өстіп тойлатып жүре берейік. Аман болайық. Әумин, рахмет. Ал мына тойға жиылған құда-құдағи барлықтарыңызға ақ жол тілеймін. Енді мына екі баладарыңыз қосылып бақытты болып бүгінгі тойға шақырып жатқаныңызға көптен көп рахмет. Алла тағала разы болсын. Қай уақыт осы дастархандарыңыз аққа жайылсын, жақсылыққа жайылсын. Елдің бәрін осы сіздердің жұғысты болып Алла тағала бақыт берсін енді. Әумин, рахмет апа. Ал енді Құда енді мына айтқан тілек Алланың құлағына шалынсын. Екі бала бақытты болсын, алдыңғы ағалардың жақсылығын берсін. Айтқан тілек Алланың құлағына шалынсын. Балдар бақытты болсын. Әумин, рахмет. Ал, олай болса табыстайтын сыйлықтарыңыз табыстап, естелікке бір әдемі сурет болсын, суретке түсіп алыңыздар. Ай, қарағым-ай, сызылып қарағың-ай. Ай, қарағым-ай, жап-жарық жанарың-ай. Тамаша, дастархан төріне жайғасып отырып алыңыздар, тойымыздармен қарай жалғастырайық. Күнді шайқадың, сен қараған сол сәтте сезіміңді байқадым. Құрметті ағайын, енді рұқсат болса қазір кішігірім бір ойын болсын. Бірінші дастарханымызда маған Ерке бола ма? Маған күшті әңгіме айтатын қыздар керек. Әңгіме дегенде бірінші орын қоятын, әңгімені прям от души айтатын бір 5-6 қыздан шақырып жіберсеңіз, мен осы ортаға шақырам, сіз есімін атаңыз маған. Кім? Үмітжан. Үмітжан ханым, келіңізші. Қошеметтеріңізді қояйық. Билеп. Келесі. Шолпан. Шолпан ханым, келіңіз. Так, келесі. Аманжол. Аманжол ханым, келіңіз. Шақтың сүйген олы гүлдер қиялайды. Менің сүйген Келесі. Келесі кім? Келесі. Келдің. Кім? Тобылғы келіні, қошеметтеріңіз. Жаным сені көрген күні Енді мен бар ғой құдағилардан, құдашалардан Айнұр, кім бар күшті әңгіме айтатын? Есімін атап жер. Нұрсұлу ханым, келіңіз.
кетті ма? О, мінекей, сіз сыртта жүрсің. Так, кім бар құрбылардан, достардан, қыздардан? Біреу керек. Мөлдір бар ма? Мөлдір. Қыз жолдас шақырайықшы, келе жатыр ма? Мөлдір, келе ма? Және қыз жолдасты бола ма? Қошеметтеріңіз соқып қойыңыздар. Қыз жолдасқа құрмет болсын ағайын. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel, that's the pipe. That bitch, I'ma run a dick all night. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. Так, бір қатарға тұрып алайық бәріміз. Алдыға бір қадам жасап жіберіңіздер. Так, келіңіз. Қазір статистика бойынша бар ғой, қадірмен қалай қасықты бәрін қоя тұрыңыздар, назарды ортаға аударайық. Себебі бұл сайыста главный приз мантаварка. Мантаварка береміз. Статистика бойынша жігіттер қауымы бір күнде 3000 сөз айтса жетеді екен. Ал қыздар қауымы бір күнде 9000 сөз екен. Қазір бәріміз алдыға тағы бір қадам жасап жіберейік. Сіздермен әңгімені сөзбен емес, іс-қимылмен жеткізетін боламыз. Ол үшін бәріміз оңға бұрылайық. Оңға бұрылыңыздар, сіз маған қараңыз. Қазір мен сізге әңгіме айтам, қимылмен. Келесі тұрған адамға бір рет көрсетесіз. Сіздер қарап отырыңыздар. Кім әңгімеге сөз қосады, кім алып тастайды, кім вообще жоқ қылады. Ал есіміңіз? Амина. Амина, қыз жолдас. Қанша жыл құрбысың? Бірінші курстан бері. Бірінші курстан бері. Ол қай жыл? 2018. 2018-ден. Так, мен мұқият қараймыз, маэстро, кеттік. Мен көрсетем. Қысқа да нұсқа, көрейік қалай болатын. Сіз артқа қараңыз, сіздер қарамаңыздар. Маэстро, жібер. Молодец. Так, енді сіз артқа қараңыз. Маэстро. Пока күшті айтып атсыздар, сіз артқа қараңыз. Маэстро. Байқадыңыздар ғой, уже бір нәрсе жоқ. Абайлаңыздар, сіз артқа қараңыз. Мә, не болды? Ну, ладно. Енді сіз артқа қараңыз, нақсы көрсетіңіз. Дуалап атсыз, не істеп атсыз? Бүйтіп. Так, Үміт ханым, енді сіз қараңыз. Абайлаңыз, кеттік, маэстро. Келіңіз. Ал, енді қараңыздар, әңгіменің соңы не өкіп кетті өзі? Маэстро, көрсетіп еді. Бата қылып атсыздар ма? Көрсетейін ба не болған басында? Басында негізі мынандай ғана болған, маэстро. Мынау қайдан шықты? Сосын бүйтіп атыр әжді. Так, может біз дұрыс бастамадық. Давайте бәріміз солға бұрылыңыздар. Үміт ханым, маған қараңыз. Қысқадан нұсқа өте оңай. Маэстро, қосып жібер. Мені көрсетсе камераға. Все, последний обязательно. Так, артқа қараңыз, абайлаңыз. Маэстро. Қалай? Вообще күшті айттыңыз. Енді сіз қараңыз. Соңғысы обязательно, да? Не істеді? Секіріп істейсіз оның? Бүйтіп былай. Абай, бастан ұрады қазір. Так, сіз артқа қараңыз.
мына біте ма? Что-то кетіп жатыр даже. Енді сіз қараңыз, маэстро. Новый бірдеңе қосылды уже. О, деген. Так, сіз артқа қараңыз, маэстро. Так, сіз кім боласыз? Мен Айнұрдың сестренкасы. А, сестренкасы ма? Вообще күшті үйлейді екенсіздер ғой. Так, қажалдас қараңыз. Маэстро. Келіңіз. Ал қараңыздар, не болды бізде? Көрсетіп жіберіңіз. Болма? Көрсетейін ба не болғанын? Басында вообще мынандай болды ғой. Осындай ғана еді негізі. Так, былай істейік. Байқадыңыздар ғой, кім қосады, кім алып тастайды, өздеріңіз көресіздер ғой енді. Так, бүгінгі жастар үшін до конца ма? До конца. До конца ма? До конца. До конца? До конца. До конца? До конца. До конца? До конца. До конца? Да. До конца? Әрине. Болды. Қараңыздар, мен сіздердің тілдеріңізден тартқан жоқпын. Бүгінгі Қуаныш пен Айнұрға сіздер тілек айтасыздар. Андай тілек емес, Қуаныш, Айнұр бақытты болыңдар, там өмірдің сынақтарына сүрінбеңдер емес, өлең шығарып айтасыздар. Ол қалай, ол примерно былай. Я қалайық, қошеметті соғайық, бүгін керейлер әулетінде дүбірлеген той. Қуаныш өзінің жұбайын тапты, баршамыз жиналдық, бүгін үйлену тойы. Қуаныш Айнұрды бүгін жолықтырды, отау құрды жастар, қошемет қайда. Ержан аға мені Жаңылыс ханымға қошеметті соғайық, Алланың назарында, бақыттың базарында деген жандар. Айға шулап қойыңыздар, ауылдастар, құрдастар, құдалар, йоу деп. Так, келіңіз. Сіз бастайсыз. Ал қыз жолдас, маэстро, кеттік. Қуаныш, Айнұр, бақытты болсын. Ең алғыс денсаулық, әке. Йоу. Рахмет. Өйтеу бірдеңе істеді. Қошеметтеріңіз. Так, келіңіз. Қысқадан-қысқа әдемі бір жастарға тілек болсын, маэстро. Қуаныш, Айнұр, бүгінгі тойларың құтты болсын. Жайма сенікі? Ұрысып тағың ше? Қалай орындады? Келіңіз, сестренкасы, давайте. Қуаныш, Айнұр, бүгінгі күндерің құтты болсын. Айнұр, Қуаныш! Бақытты болыңдар, балшықта қартайындар, бір жазықта қартайындар. Қуаныш, Айнұр, йоу! Бақытты болыңдар, бақытты болыңдар. Келесі жылы балдарын, тойларын бірге тойлайлық. Йоу! Қошемет болсын. Вообще. Так, көрсетіңізші жастарға қалай айту керек екен, маэстро. Қуаныш, Айнұр, бақытты болыңдар. Шаңырақ көтеріп жатқандарың құтты болсын. Әрдайым осындай бақытты өмір Болма? Қалай орындады? Келіңіз, айырып тастаңыз. Кеттік. Қуаныш, Айнұр, бауырым, келінім, бақытты болыңдар. Біз сендерді әулетіміздің бақытты да шаттықты келінім мен ұлы деп бағалаймыз. Бауырым, келінім, бақытты болыңдар. Ата-аналарыңның үлкен бір үміттін ақтайтын керемет отбасы болыңдар.
Мен соңында микрофонды лақтырады деп ойладым мен бір ғой. Қалай орындады? Келіңіз. Кім боласыз? Жеңгесімін. Давайте жеңгесі. Қуаныш, Айнұр, бақытты болыңдар. Көтерген шаңырақтарың биік болсын. Осы әулетке жақсы ақ келін боп, үлкендерді сыйлайтын жақсы келін боп жүре бер. Жеңге, кетпеңіз, жеңге. Қалай орындады? Ал, Үміт ханым, келіңіз. Назарымыз өзіңізде. Кеттік. Ержан класс досым, Жанка сіңілім, екі баладарың бақытты болсын. Қайнағас бауырым, Айнұр келінім, шаңырақтарың биік болсын, босағаларың тең болсын. Осында отырған барлық ағайын туыс аман болсын. Вообще. Қалай орындады? Так, енді сіздер дауыс бересіздер. Ешқандай музыка, ешқандай дауыс болмайды. Бұл жерде әділ. Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, әділ Қазақстан деп. Так, қошеметтеріңіз қыз жолдас қалай орындады? Так, жаттап ал, пожалуйста. Саған 68 адам шапалақ соқты, екі әйел деп атыра жақты. Так, сіз есіміңіз? Мөлдір ханымға қошемет. Получается, бар ғой, 70 адам, и бір ағам деп айғарасы. Айнұрдың сіңілісіне қошеметтеріңіз, құдаша. 89 миллион адам шапалақ соқты саған. Есіміңіз? Жеңгесіне қошемет болсын. Неге аз? Ағам бәріне бите береді екенсе. Есіміңіз? Апасына қошеметтеріңіз болсын. Маған қараңыз. Қуаныштың жеңгесіне. Үміт әпке. Так, получается, сіз артқа бір қадам жасаңыз. Так, артқа бір қадам жасаңыз. Так, сіздер солға бұрыламыз. Солға. Жоқ, оңға емес, солға бұрыламыз. Подаркиге очередьқа тұрамыз, келіңіздер. Келіңіз. Сізге. Это вам большой рахмет. Так, подождите. Капелка берейін сізге. Так, шайнек болсын жеңге. Үміт әпке, сізге. Жоқ, алыңыз. Той болсын. Келіңіздер. Қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар, бұл екі жаны. Дауыс бойынша бірдей болып тұр. Енді бір-бірлеріңізге қараңыздар. Қат жақындамаңыздар. Қазір мен қандай тілде сұрақ қоям, сол тілде жауап бересіздер. Дайынсыз ба? Дайынмын. Дайынсыз ба? Я деңіз. Я. Вы готовы? Да. Вы готовы? Готовы. Уйди. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes. 你会这啊？今天现在是我觉得这主啊。也行，小熊呀呀。嚯！你看这种现在挺接近。小牛呀。 Сен корейстің актерлары сияқтысың бар ғой. Жылап отыратын жеңіп өшеді деп. Камсамида. Жаңа дорама көп көресің ғой. Еді уже жаңа жеңіп өшу. Очамады. Мен бар ғой бұл екеуінің арасында мына кісі жеңімпаз демеймін. Екеуі де әдемі орындады ма? Екеуіне де берейін, я? Келіңіздер. Вообще. Апасы келіңізші. Не алғыңыз кеп тұр? Мантабат қалсаңыз да болады. Не хотите? Үйде бар ғой да бірақ. Шайнек бел. Не надо? Топ? Жарайды. Қошеметтерін соғып қойыңыздар, рахмет. Онда қалдырып отырсыз ғой, я? Ой, тамаша. Я болды. Я кете беріңіз. Аха. Яндек шақырайын ба? Есіңіз? Нұрсұлу ханымға қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Айнұрдың сіңілісі. Енді 3 сұрақ қоям. Үшеуіне дұрыс жауап берсең, мынау сенікі. Дұрыс жауап бере алмасаң, қалдырасың. Мына сайыста жеңем деп ойладың ба? Иә. Ойба. Мына ұтылып қалған қатысушыларға не тілейсіз? Тек алға. Тек алға. Адамда 2 аяқ бар, 2 қол бар. Неше бас бар? 1. Дұрыс. Дұрыс қой? Қошеметтеріңіз. Ал, олай
осармен қарай жалғастырайық. Келесі сөз тізгіні барша нағашылар қауымын шақырамыз. Орта қарай келіңіздер, келесі сөз тізгіні өздеріңізде. Барша нағашылар қауымы келесі сөз тізгіні өздеріңізде. Ортаға бір билеп келіңіздер. Маэстро музыкамен. Күйзелгенде көңіл сұлып көрсететін өмір сүріп гүл аруымсың. Қабылдамай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбігерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс триллиардым қымбатым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым, қымбатым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Тамаша. Барша нағашылар ма? Қуаныштың да осында ғой. Бәрі осында. Келіңіздер, барша нағашылар қауымы. Өзімді шаттап алғандарымның менің, жан дүниемді дертке толған, жанарымнан зерттеп алған ғалымым менің. Қалған басқа мен секілді, мүмкін емес сен секілді сәт сайын. Ал, олай болса қадірмен тықалайық, назарды ортаға аударайық. Рұқсат болса бір 4-5 адам сөйлейік, қалғанымыз қосылайық, иә? Ал, сәл бүгінгі той иелерінің келген қонақтарымыздың тілегін тыңдайық ағайын. Апа, назарымыз өзіңізде, тілегіңізді бастап берсеңіз, иә? Жарайды балам. Рас. Құлындарым, құмыр берсін сендерге қарғадарым. Алдарың ашық болсын, бәрекеттеріңіз қашық болсын. Достарың көп болсын, дұшпандарың пәк болсын. Көтеріп жатқан ақ отаударың құтты боп, іші жанға толсын, қоран қорға толсын. Қай қашанда денсаулықтарың мықты боп, езулеріңнен күлкі кетпесін құлындарым. Бақыт сыйладым. Әмин, рахмет апа. Апамның тілегіне бір қол шеметтерін соқып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Екі бауырым көтеріп жатқан шаңырақтарың биік, босағадарың берік болсын. Ал Ержан, Жаңылыс, бүгінгі жасап жатқан той тілеулерің құтты болып, денсаулықтарың мықты болып, әр уақытта осындай тек жақсылықта, мол дастарханда, ағайын туыстың ортасында жадырап жайнап жүре беруге Алла нәсіп етсін. Екі бауырымыздың, екі баламыздың жасы ұзақ, дені сау болып, аңсаған арманына жете берсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Ал енді екі жас бақытты болсын, жезде әпеке жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Осындай қуаныштан қуанышқа, ортадарыңыз қуанышқа толып жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум, қымбатты ағайын құда, туыс, шырағаттар. Ал енді мынау екі бауырым бақытты болсын, дені сау болсын, тойларыңыз, шаңырақтары берік болсын, босағасы мықты болсын. Ержан бауырым, Жаңылыс қарындасым, екі балаларың бақытты болсын, дендері сау болсын, еліміздің бір мықты бір жігіті болып жүре берсін. Ассалаумағалейкум, аса құрметті тойшыл қауым. Ассалаумағалейкум, аса құрметті сарсүйек құдалар. Келіп атқан қадамдарыңыз ұзағынан болсын. Екі бауырымыз бақытты болып, өмірде қалаған армандарына жетуге Алланың нұры жауып, періштеміз әуминдегі Алла нәсіп етсін. Қос бауырымызға бастарына амандық, дендеріне саулық тілеймін.
ойлаған арман тілектеріне жетіп, елімізге елеулі, халқына қалаулы көк байрағымызды биіктен ұстайтын бір отауымыз болып, қара шаңырақ ұстайтын бір отау болуға Алла нәсіп етсін. Құрметті Жезде, Ержан Жезде, Жаңыл Сапай, тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мынау қолдарыңызға қондырған құстарыңыз ұзағынан болып, ұрық жұрағатты ұрпақты болуға Алла нәсіп етсін. Екі жақтында сыйлайтын ағайын туысты қош жүрек болып, ортамызда бір түтіні дүзу ұшып жүрген бір отау болуға Алла нәсіп етсін. Бастарыңызға бақ қонса Алла қалап, бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан асы жерсін тойғып жүрген. Ассалаумағалейкум арда қазақ деп қояйық. Құрметті ағайын туыстар, келіп атқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Асаба бауырымызға көптен көп рахмет. Бір жерде бірі аталып, бірі аталмай қалды деп тағы біз қазақ болғасын сөзді көп сөйлейтін халықпыз. Тойларыңыз құтты болсын. Кем-кетігі болмаса кешірім сұраймыз. Келіп алтындай уақыттарыңыз бөліп, алыс жақыннан келіп, осындай жақсылыққа, қуанышқа қатысып атқандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі Ержан Жездеміз бен апайымыздың шаңырағында болып атқан шаттық пен қуаныш барлықтарыңыздың бастарыңызға келуге Алла нәсіп етсін. Тойларыңыз құтты болсын. Амин, рахмет. Ал, тағы бір-екі жан сөйлеп қалғанымыз қосылайық, ағаштардан. Келіңіз ортаға қарай тұрсаңыз. Сәлемет құдағидар, қош келдіңіздер. Енді мен бүгін Бұқар Жыраудан келгем. Екі баламыз бақытты болсын, шаңырақтар биік, аспандар асық болсын. Енді бүгін істеп жатқан тойдарыңыз құтты болсын, құт берекет берсін. Амин, рахмет. Болды ма? Қалғанымыз қосыламыз, е? Ал, олай болса табыстайтын сыйлықтарыңыз табыстап алыңыздар. Естелікке бір әдемі сурет болсын, суретке түсіп алыңыздар. Ессіз ғашықты бірге өткен қаншаттың жарым, қасымдағы қызық жылдарың, құшағында күліп тұрғаның, біздің галереямызда тұр жаным. Бірге өткен қаншаттың жарым, қасымдағы қызық жылдарың, құшағында күліп тұрғаның, біздің галереямызда тұр жаным. Қадірменді қалайық, осы сәттен бастап той басталды дегенде той басталды. Бүгінгі той баршаларыңызға құтты да берекелі жұғысты болсын деген ниетпен той иелерінің атынан қарсы алыңыздар. Той бастарды деп той бастарды шығаруға рұқсат етіңіздер. Алтынды ұлықтап салайын сайрабан, тойларға ұласын тойларын тойлаған. Ақ бітіп бағыңа, бақ бітсін бағыңа, қашанда қонақтың көңілі қағыба. Дастархан жайылған алаштың арда, қазағым жайғашы құрметтің қағына. Ал енді рұқсат болса ортада тамаша бір ән болсын деген ниетпен ғазиз ұлдарыңыздың орындауында тамаша бір ән шашу болсын. Әу демейтін қазақ жоқ. Қошеметтеріңіз аямай бір соқып қойыңыздар. Қазағымның бүгін дәстүрлері ай,
көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді ай. Берекелі қазақ жер ел берекелі, дәстүрлері нығыздай қазағымның бұл ежелгі. Шілде ханым бесік қой, тұсау кесесінде той, ай шіркін ай. Құттар түсіп сырға салып бет ашарым ай. Алды бақана ясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімені сен тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алқа шашпау сәукеле. Жоғалмасын дәстүріміз ұмытылмасын, ата баба көзіндей ғып сақтайық қазақ дәстүрін. Шілде ханым бесік той, тұсау кесесінде той, ай шіркін ай. Құда түсіп сырға салып бет ашарым ай. Алты бақана ясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімен сеп тербеткен. Тұсау кесесінде той, ай шіркін ай. Құттар түсіп сырға салып бет ашарым ай. Алты бақана ясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімен сеп тербеткен. Шілде ханым бесік той, тұсау кесесінде той, ай шіркін ай. Құттар түсіп сырға салып бет ашарым ай. Алты бақана ясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімен сеп тербеткен. Қошеметтеріңіз, ғазиз ұлдарыңыз. Тамаша. Ал қадірменді қалайық, мінекей бірінші дастарханның тәмамдануына да сәл қалды. Осы ортаға бірінші дастарханның соңғы түйінін қоятын келесі сөз тізгіні біздің жаңа туысқандарымыз, құда-құдағилар қауымын шақырамыз. Қошеметтеріңіз аямай соғып қойыңыздар, құрметімізді қошеметпен білдіріп отырайық. Құда-құдағилар, келесі сөзің өздеріңізде.